Сәлем қыз-келіншектер, бүгін сіздерге өте дәмді болып бір жасағаннан күшті идеально шығатын плюшкидің рецептімен бөлісетін боламын. Яғни жүрек жүйелі бәліш булочки деп те атаймыз. Тәтті болып шығады қарапайым рецепттермен. Алдымен жұмыртқамызды салып, қантымызды салып араластырып алғаннан кейін кезек-кезек жаңағы сұйық майымызды құйып, суымызды, сүтімізді құйып, негізі сүтке ғана елесеңіздер де болады, су қоссаңыздар да болады. Солай бір қалыпты масса жасап алғаннан кейін екінші бөлімде 500-600 грамм мен барлық бөлімді құрамды, яғни описание бөліміне жазып кететін боламын. Ашытқаннан ұнға араластырып алдым. Құрғақ ашытқаннан ұнға араластырып алдым. Содан кейін осылай жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Жалпы менде 600 грамм ұн кетті. 600 грамм ұннан, яғни 2 табақ духовканың 2 табағымен толтырылған плюшки, яғни булочкамыз шығады, бәлішіміз. Қантпен қарапайым, үйде мысалы еш нәрсе жоқ деп қаласыздар ғой. Сол кезде тез дәмді әрі жұмсақ болып шығатын шайға керемет қой. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің Instagram, YouTube каналдарыма жазылып, лайк басып қолдауларыңызды ұмытпаңыздар. Осылайша жаңағы жақсылап бетін пленкамен жапқаннан кейін жылы комнатный температураға 1,5 сағатқа қалдырдым. 1 сағат, 1,5 сағат примерно. Осылай көтеріліп күшті болып ашып шықты. Негізі өте қатты көтеріліп кетпеуіне мән берсеңіздер де болады. Мен өстіп ашылып шықса жұмсағырақ болады. Менде үйде үлкен кісілер болған кейін осылай жұмсақ болғанын да қаладым балаларға да. Сіздер өте қатты ашытпасаңыздар да болады. Өстіп 2 бөлікке бөліп алдым, ыңғайлы болу үшін. 2 бөлігімізді осылайша бөлшектерге бөліп, дөңгелек қып жасап, қамырды жайып отыратын боламыз. Мен сливочный майға кішкене сұйық майды қосып араластырып, бір қалыпты масса жасап алдым. Немесе үйде сливочный маймен ғана жасасаңыздар болады, немесе тек қана сұйық маймен де қолдануға болады. Осылай бөлшектерге бөліп жасап алғаннан кейін қамырымызды алып, бір талдан осылай жайып шығамыз. Кішкене жабысып тұрғаннан кейін ұн септім. Ұн сеппей маймен өсіп майды істеп алдым да қантты өстіп орап шығасыздар. Орағаннан кейін жүрекше болу үшін бір қырынан алып, осылай жүрекше формасына келтіресіздер. Пергамент қағазын төседім духовка табағына, және де духовкамды 180 градуста қыздырып жатырмын. Қазір плюшкимді тез жасап алғаннан кейін духовкама салып, жарты сағатта 30 минут, 25-30 минутта пісіп шығады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде менің рецепттермен жасап көріңіздер, және мені белгілеп атап өтсеңіздер болады. Рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецепттерім алдағы уақытта талай рецепттерді көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерде де осындай жұмсақ тәтті болып шығады деген ойдамын.